Сәулесі бар наурызда таңғым өттің, басын қосқан сан халық сан ғұрыптың, ұлыстың ұлы күні паш етейік, белгісін достық пенен мәңгіліктің. Келді наурыз бұл күш тасқынымен, ақ дамымен, береке жастығымен, қуанышы молайып туған жердің, аспан жайнап жерейіп тас жібіген. Бәрекелді жігіттер, ұлыстың ұлы күнінде бір шаттанатын болдық ау. Наурыз мейрамында сіздерде сұлулар үшін бәріне де дайынбыз, қыздар. Жігіттер, қыздар, көктем келді нұрын шашып, Алтыбақан жанында ойын сауық құрайық. Аруларымыз наурыз мерекесін қатты сағынып қалыптау. Алтыбақанды көріп, жүздерінің күлімдегенін қараш. Жанымыз қалай жадырамасын? Алаштың дархан жері көкке киінді. Көктем келіп, киелі қазақ елінің табиғатын құлпыртты. Ағашын бірлеп, қазағының төрт түлік малын төлдетті емес пе? Дұрыс айтасың құрбым. Көктің тынысын алып, жердің тамырын басқан, тұрмыс тіршілігін табиғат анамен тығыз байланыстырған халқымыз. Наурызды жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы деп бағалаған. Олай болса, төрлет, төрге шық ұлы наурыз. Елімізге құт тарататын әз наурыз. Құтты болсын ағайын ұлыс күні. Осындай тойды берген Тәңірге біз разымыз. Оу ағайын, ауылға тойға келейік. Келіңдер. Үлкен кіші бауырлар, келіңіздер ауылға. Той батарын шашуға, той жасаған қауымға. Ақ түйенің қарны жар, шашуынан алыңдар. Той болсын деп ұрпаққа ұрандаттынар олдар. Ақ түйенің қарнын жар, шашуынан алыңдар. Той болсын деп ұрпаққа ұрандаттынар олдар. Тойда күлкі сарқылар, тойда қызық айтылар. Кілең тұлпар жиналсын, көкпарын бар тартылар. Ақ түйенің қарнын жар, шашуынан алыңдар. Той болсын деп ұрпаққа ұрандаттынар олдар. Ақ түйенің қарнын жар, шашуынан алыңдар. Той болсын деп ұрпаққа ұрандаттынар олдар. Той бақыттың егесі, той жақсылық иесі. Алыстағы ағайын араласар жер осы. Ақ түйенің қарнын жар, шашуынан алыңдар. Той болсын деп ұрпаққа ұрандаттынар олдар. Ақ түйенің қарнын жар, шашуынан алыңдар. Той болсын деп ұрпаққа ұрандаттынар олдар. Ақ түйенің қарнын жар, шашуынан алыңдар. Той болсын деп ұрпаққа ұрандаттынар олдар. Ақ түйенің қарнын жар, шашуынан алыңдар. Той болсын деп ұрпаққа ұрандаттынар олдар. Жайдары жайсаң, пейілі кең алаш жұртым. Әрбір шаңыраққа шырақ жағып, қыдыр түнін күтіп, құт береке тілеп, ертеңгі күнге зор үмітпен қарайтын сенім берекесі. Адамдардың қыс-қыспағынан, жұт апатынан аман қалып, малы төлдеп, аузаққа жарайтын шаруа мерекесі. Жеті дәмнен наурыз көше жасап, бір-біріне дәм татқызып, дастархан басында бірге отыратын ынтымақ бірлік мерекесі.
Жыл бойы өткен кеткен ренішті кедергісіз кешіріп, ән күймен, ойын сауықпен жанды жадыратып, сананы серпілтетін көңіл мерекесі. Ұлыстың ұлы күні башаңызға құтты болсын. Ұлыс береке әкелсін. Қасиетті жерімізге қыдыр дарысын, бақ қонсын. Ақ мол, келген ұлы жылы ырысты, неспелі болсын ағайын. Ардақтаған ағайын, көңілдің кілтін табайын, қарсы алайық наурызда жаңа күннің арайын. Жырға толсын көңілің, нұрға толсын маңайың. Ай ағайын дос туысым, жарамас бұл тұрысың, ұлы күні ұлыстың, бастауы барлық ырыстың. Ғасырлардың құрдасы, замананың сырласы, құтты болсын еліме наурыз тойы жыл басы. Жарылға құдай барлығын, малын көбейт жарлының, жоралғысын берем деп бәйбіше ашты сандығын. Бақытты болып жастарың, ашық болсын аспаның, тойлыма мерекелерді қоссын құдай бастарын. Жігіттер, қыздар, осы күн мен түн теңеліп, наурыз келді деп дүр сілкіндіріп жатырмыз. Ал осы мерекенің тарихын кім біледі? Бұл мерекені шығыс елдері ерте кезден өткізеді екен. Ал біздің қазақ елінде ресми түрде наурыз 1988 жылдан бері тойланып келеді. Наурыз жыл басы. Парсы тілінде нау, жана, руз, күн деген мағынаны білдіреді. Дәстүр бойынша үйге қос шырақ жағылады. Ыдыстар ерінеуіне дейін айранмен, сүтпен, немесе бұлақ суымен толтырылады. Бұл тоқшылықтың белгісі. Онда неге қыздырмаймыз ұлы мерекемізді? Ал осы ауылдың өнерлі жастары қайда? Ұлыстың ұлы күні көрсетпегенде қашан көрсетеміз өнерімізді? Ал олай болса қурайдан, ағаштан, күмістен жасалып, үні жұмсақ, құлаққа жағымды естілетін қазақ халқының сыбызғы аспабында сыңғырлаған бір күй орындап берейін. Әрине, әрине! Сүйінші, қуанышты хабар, ауылға келін түсіп жатыр. О, қандай керемет жанал. Ұлыстың ұлы күнінде той үстіне той болайын деп жатыр ғой.
Жас келіннің маңдайына май жағып қарсы алатын асыл әжелеріміз қайда екен? Өркенің өссін айналайын, жақсы хабарының үшіншісін ала қой, бағың жансын. Жаңа келін аулымыздың табалдырығын аттап жатса, бұл үлкен той емес пе? Замандастар, әндетіп жіберейік, пақ шіркін. Айналайын асыл әжелерім, өнерлеріңіз үстем болсын. Наурыздан наурызға аман есен жетіп, осылай шырқап жүре беріңіздерші әжетайлар. Шіркін, барлық жанның көңіліне шаттық сыйлаған наурыз мейрамының құдіретін ай. Осы наурыз мерекесінде шарықтайтын қазақтың ұлттық өнеріне не жетсін? Олай болса, өміріме серік еткен қазақтың киелі қара домбырасымен бір жырлап берейін. Бәрекелді, шерді жібер өкілеген домбыраңды.
ойнатып жүйрік аттай шабайын әкеміз жазған бүтін бай орақ мамай қараби қалауың жатыңдасын бұрынғы өткен батырдан алдыңа айдап салайын жүзден жүйрік атанып алты әлемнің ішінде қайтпап еді талайым жүргенімде жыр жырлап мен мінсінген ешеудің сүріндірдім талайын ер азамат елде бар үйрекпен аққу дуадақ тоғалы қамыс көлде бар ел ішінде нелер жоқ жырауы мен қас болатын неше алуан пенде бар тыңдасаң ерін қанатын жастарың ғибрат алатын құдіретті сөзің менде бар орамал шаршы жабатын сақина сырға салатын құралай көзді жеңге бар жырауың барын аямас ықыласы үшін елімнің осы бүгін сіздерге жырлағаным жөн болар тіршілікте қызық ой өлгеннен соң жігіттер жақсы мен жаман тең болар жамандықтың белгісі өз-өзінен тарынып несібесіне кем болар сөйтіп жүріп ақыры көрінгенге шем болар не қылайын көп айтып зейін қойып құлақ сал сөзім шырын тілім бал жырдан шашу шашайын керегің дау теріп ал Өнердің майын тамыздың ау Перуза. Көп рахмет. Не дегенмен мына арулар өнер жолында біздей сер жігіттерден қалысар емес. Шүкір, өнер десе ішкен асын жерге қойған халықтың ұрпағымыз. Өнердің өрісін әлі ақ көрсетерміз. Солай емес пе қыздар? Дұрыс айтасың. Жігіттер, қыздар, бәсекелесуді доғарайық. Әз наурызда келіңдер. Одан да ұлттық ойынымызбен жанымызды бір сергітейікші. Бәрекелді, табылған ой. Ақ серек, көк серек, бізден сізге кім керек? Ақ серек, көк серек, сізден бізге Нұрболат керек. Жарайсың, нағыз. Ақ серек, көк серек, бізден сізге кім керек? Ақ серек, көк серек, сізден бізге мән жөк керек. Қыздар, өнер жағынан керемет болғанымен, ойынға шорқақ екенсіңдер. Ойынымыздан ұтылған екенсіздер, ендеше өнерлеріңізді ортаға салыңыздар. Солай емес пе жігіттер? Дұрыс, дұрыс. Өздеріңіз айтпақшы, өнерден жұрда емеспіз. Олай болса, қыздар, қанеки, өнерімізбен женейік.
жарайсыңдар арулар. Мұң бұралған аруларды көргенде көзім оттай жандау жігіттер, шабытым ашылып, бір керемет ән шырқағым кеп тұрғаны. Көктем, әз наурыз. Әндерімізді аққуларымызға арнайық жігіттер. Біздің ауыл сорасаң ой, бел тұрғанда қайың ағаш майысар, жел тұрғанда яй. Өзге ауылдың сылқымын ой, не қылайын тасжұрықтай бұрадың, сен тұрғанда яй. Желдір жеткен жел жүрген жайлауда біз бір бөген ай. Желдір жеткен жел жүрген жайлауда біз бір бөген ай. Айналайын қарағым ой, алтыным аяқ жүзіңде көргенде балқыдым аяй. Көрмегелі көп айдың ой, жүзе болды есе аман жүрмесін жарғыным аяй. Желдір жеккен жел жүрген жайлауда біз бір бөген ай. Желдір жеккен жел жүрген жайлауда біз бір бөген ай. Ақтау гүлдер айың, күнмен айың, ұшарға қанатым жоқ не қылайын. Ақтау гүлдер айың, күнмен айың, ұшарға қанатым жоқ не қылайын. Ақ көңіл ағызайын, әннің майын, жас дәурен шалқып жатқан айдындайын. Астынан алды көрді шыққан даусың, жетсе екен құлағымда қалқатайын. Ақ гүлдер айын, күнмен айын, ұшарға қанатым жоқ не қылайын. Ақ гүлдер айын, күнмен айын, ұшарға қанатым жоқ не қылайын. Ұшарға қанатым жоқ не қылайын. Өнерлеріңіз өрлей берсін жігіттер. Көктемде гүл шоқтары бүршік атып, айдың көл аққулармен өрнектелгенде табиғаттың сиқырлығына таң қаласың. Табиғатымыздың ерекшелігі соншалықты, саздар да әуендетеді. Қалай сонда? Табиғат ана мейірімінен шыққан саздан саз сырнай аспабы жасалады. Ал осы аспаптың үні көктемгі жайлау желінің қоңыр даусымен іспеттес. Сан ғасырлық тарихы бар саз сырнай аспабының құдіреттілігі де осында. Ал осы аспаптың дауысын қалай естуге болады? Жігіттер, наурыз айында адамзаттың барлық армандары орындалады десем, қателеспеспін. Дәл қазір киелі аспаптың үнімен көңілдеріңізді тербетейін. Ендеше тыңдап жіберейік.
Ойпырмай, не деген керемет аспап. Үні көктем мезгілінде сылдырлап ағатын судың дауысын бейнелейді екен. Құдіретті күш дегеніміз осы шығар, ә? Қыстың ызғарынан кейін көктемнің шуағы бойымызға нұр себеледі. Осы аспапта сыңғырлаған үнімен баршамызға жылуын сыйлады. Ау Нұрболат, Наурыз мерекесінде қыздарға не сыйлаймыз? Не болғанда да селт еткізетін сый дайындау керек. Жігіттер, Наурыз келгенде ұйықтап қалып, масқара болмаңдар. Әлим-ау, жігіттердің қамын ойлап, мен үй қашар алып келдім ғой. Ой, рахмет қыздар. Наурыз мейрамы бәрімізге құтты болсын. Ұйқашарларыңыз дәмдеген бой жеткен. Зор алғымызды берейік. Зор алғымызбен қоса көмірлеген кете де әзірлеп қойып едік. Қабыл алыңыздар, құрметті қауым.
Пах шіркін, қазақтың өнерін ай. Елубай мырза, күйді даралатпай сергін ойнап жіберін сендеше. Жарайсыңдар жігіттер. Тойымыз тойға аласа берсін, құрметті ағайын. Соңынан қышыбе қашан келгенше елім бол биге енгенше даяр етіп қоялы салдырып сарай өзгеше Арамызда гүлеген көп жыл өтті уақыт. Нелер келіп бұл басқа, нелер кетті әгугай, әгугай. Арада өткен сегіз жыл сергелдеңмен ағам хабар айтып жіберсе
даяр етіп қоялы, салдырап сарай өзгеше. Айым тусын оңыңна, жұлдызың тусын соңыңнан. Хабарсыз кетсең тым ұзақ, сазбай барсың соңыңнан. Қыжыбек қашан келгенше, елім боп үйге енгенше, даяр етіп қоялы, салдырап сарай өзгеше. Айым тусын оңыңна, жұлдызың тусын соңыңнан. Хабарсыз кетсең тым ұзақ, сазбай барсың соңыңнан. Қыжыбек қашан келгенше, елім боп үйге енгенше, даяр етіп қоялы, салдырап сарай өзгеше. Бейбітшілік пен достықтың бастауы болған әз наурыз айналамызға күннің сәулесіне нұр шашып, қуанышымызға қуаныш қосып жатыр. Сіздер білесіздер ме? Наурызда күннің алғашқы сәулесіне маңдай тосып, шұғыласына бөленсе, адамның бойына күш қуат тарайды екен. Себебі әз наурыз адамзатқа өзінің жылуын, молшылығын сыйлап, шапағатқа бөлейді. Осындай киелі мерекеде дәстүрлі өнерімізді қайта жаңғыртсақ, оған қалай қарайсыздар? Әрине, қазақтың ұлттық өнеріне шек бар ма? Мысалы, Қорқыт атамыздың қасиетті қобызын айтсаңшы. Сазды үні жер жаһанға естіледі ғой. Қобыз дыбысының ерекшелігі соншама, алғаш үні естілгенде ақ, еріксіз музыка әлеміне саяхат жасауына тура келеді.
Бүгінгі күн негізі бір керемет күн болды Мәншік. Әсем ән мен мұң бұралған би, сазды күйлер бойымызға қуаныш сыйлады. Сонымен қатар дәстүрлі өнерімізді де тамашаладық. Бұдан асқан бақыт бар ма? Иә достым, сен ата-бабамыздан ерекше бір мұра болып қалған тағы бір өнерімізді көрсең, не дер екенсің? Қандай өнер? Көмей дауыспен ән айту. Ертеректе? Жоқ, сен абзалы өз құлағымен естігенің дұрыс болар. Basma bulbul bunca say, kunde jiyin kunde toy, zaman sonday bulsa şay. Oh ay ya, oh ay ya, oh ay ya, oh ay ya. Basında, can suyarım kasımda, tam suratla oynakta, жүрші менің қасымда. Ау ай-я, ау ай-я, ау ай-я-я, ау ай-я. Пай-пай, не деген керемет. Қоңыр даусыңыз көктемдей бар тіршілікке жан бітірді ғой. Алла жарылқасын. Достар, естуімше жер ананың тоң кеудесі жібіп, Самарқанның көк тасы ерген күні тыйым салынатын әдеп ғұрыптарымыз бар. Соларды білесіздер ме? Әрине, алдымен Наурыз мейрамында мал сойылмайды, жалпы қан шығармайды. Өсер төлге, көбейер малға кесірі тиеді, мал басы кемейді деген тыйым бар. Сонымен бірге Наурыз күні шаш тырнақ алмайды. Өйткені адамның қара тырнағынан бастап шашына дейін жанарып түлейді. Наурыздың бірінші күні кір жумайды, жолға шықпайды, құрылыс бастамайды, іс тікпейді, мылтық атпайды, қақпан құрмайды, тұзақ салмайды. Өйткені бұл күн тіршілік әлемі тойлайтын күн. Достар, тыңдаңыздар. Табиғат анамыздың жаңару күнде тек қана Наурыз көже әзірленіп қонақ күтеді. Сонда жылымыз ырыс несібелі бақытқа толы болады екен. Олай болса, ұлы жылы қазақ еліне тыныштығын, береке бірлігін алып келсін деген ниетпен нәзіктік пен қуаныш сезімдерін бейнелейтін әсем биді тарту етейік. Саймасай, күнге қажы құрайды, әр шықайық қамажай, бебелей қамажай.
Достар, біз мында биге қарап мәз-мейрам болып тұрғанда, мына жастарды қараңыздаршы. Дұрыс. Бұл жастар Наурыз мейрамында болмаса, қай уақытта алты бақан теуіп көңіл көтереді. Я, ұлыстың ұлы күнде халқымыздың салт дәстүрін жаңғыртып, ұлттық өнерін шарықтата берейік, достар. Алаштың баласына нәсіп болған Наурыз мерекесі құтты болсын, ағайын. Кең болсын қазағымның керегесі, кетпесін Алла берген берекесі. Ұлыс оң болып, әрбір күніміз Наурыз күніндей шуақты болсын. Наурыз шулбасы жаңа таң атқан, Алатаудың жылғасы сылдырай аққан. Наурыз шулбасы жаңа таң атқан, Алатаудың жылғасы сылдырай аққан. Жас өлі мен жасыл жұп-жұпаран қыса, Наурыз күні бар әлем жаңа ән тапқан. Жас өлі мен жасыл жұп-жұпаран қыса, Наурыз күні бар әлем жаңа ән тапқан. Қарттарымыз қауқылдап бала жұлқынып, кәрі мен жас шарқылдап дала құлпырып. Қарттарымыз қауқылдап бала жұлқынып, кәрі мен жас шарқылдап дала құлпырып. Алды қанат ақшақан отау тігіліп, күн шуақта керіліп жатыр төптіліп. Алды қанат ақшақан отау тігіліп, күн шуақта керіліп жатыр төптіліп. Әрбір үйдің ақтөрін қыдыр аралап, еліне жұртың батауарын амап. Әрбір үйдің ақтөрін қыдыр аралап, еліне жұртың батауарын амап. Ақ ниет пен тазалық ең басы дәстүр, жаңа жылда жақсы үміт тілеу жаңа бақ. Ақ ниет пен тазалық ең басы дәстүр, жаңа жылда жақсы үміт тілеу жаңа бақ. Наурыз шулбасы жаңа таң атқан, Алатаудың жылғасы сылдырай аққан. Наурыз шулбасы жаңа таң атқан, Алатаудың жылғасы сылдырай аққан. Жас өлі мен жасыл жұп-жұпаран қыса, Наурыз күні бар әлем жаңа ән тапқан. Жас өлі мен жасыл жұп-жұпаран қыса, Наурыз күні бар әлем жаңа ән тапқан. Жас өлі мен жасыл жұп-жұпаран қыса, Наурыз күні бар әлем жаңа ән тапқан. Жас өлі мен жасыл жұп-жұпаран қыса, Наурыз күні бар әлем жаңа ән тапқан. Ақтың молаятын, Жарықтың ұзаратын, Нұрдың молығатын, Тіршіліктің жанаратын, өмірдің жаңғыртатын, бейілдің түзелетін, көңілдің кеңейетін кезеңі. Наурыз мейрамы Құтты болсын!
бақыттың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жанаратын, өмірдің жаңғыртатын, бейілдің түзелетін, көңілдің кеңейетін кезеңі. Наурыз мейрамы құтты болсын. Седьмого мая Вооруженные силы Республики Казахстан отметят свое 20-летие со дня образования. Военнослужащие казахстанской армии всех видов и родов войск, дислоцирующиеся на территории Актюбинского гарнизона, сегодня в студии программы «Кто, если не мы». Поговорим о престиже военной профессии и буднях воинской службы. Познакомимся с деятельностью воинских частей и учреждений Актюбинского гарнизона. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 22 11 55. Уважаемые телезрители, будьте активны и принимайте участие в нашем разговоре. А мы начинаем прямой эфир. Еще раз напоминаю, вы смотрите программу «Кто, если не мы». Добрый вечер всем. И первый вопрос, Асылбек Бактыбаевич, у меня к вам. С какими достижениями, результатами и успехами вы подошли к 20-летию, к празднованию 20-летия со дня образования Вооруженных сил Республики Казахстан, лично ваш институт? Добрый вечер. Ну, как вы правильно заметили, 7 мая все военнослужащие Республики Казахстан отмечают 20-летие со дня образования. И личный состав военного института, я считаю, с гордостью будет встречать эту дату, День защитника Отечества. И благодаря неустанной заботе Верховного Главнокомандующего, президента страны, министра обороны, командования военного института проделана огромная, колоссальная работа по совершенствованию материально-технической базы нашего учебного заведения. Как вы уже были свидетелями, в прошлом году мы получили авиационную технику, такую как вертолеты армейской авиации Ми-8, реактивные самолеты Л-39. Уже приступили к ночным полетам. Буквально с середины мая приступим к полетам одновременно с 2 аэродромов. Вы уже освещали на вашем канале, у нас 2 аэродрома, один совместного базирования, другой полевой аэродром Хлебодаровка. Я считаю, что это огромное достижение, ведь подготовка авиационных специалистов – это очень дорогое мероприятие, поэтому совершенствование этой базы возможно лишь в условиях успешной социально-экономического развития нашей страны в целом, потому как наши вооруженные силы постоянно улучшаются, модернизируются, и мы, как являясь современным, профессиональным военнослужащим, каждый из нас должен, обязан это осознать, понять и, как гласит Конституция Республики Казахстан, защита Республики Казахстан – это священный долг каждого гражданина Республики Казахстан. Вы знаете, вот здесь я хотела бы процитировать Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Республики, президента страны Нурсултана Назарбаева. Наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной, оснащенной современной боевой техникой и способной обеспечивать безопасность государства. Тимур Жаксыбаевич, у меня вопрос к вам. Можно ли сегодня с уверенностью сказать, что современная казахстанская армия нашего еще молодого государства соответствует всем этим высоким параметрам и может высоко держать свой статус? Конечно, добрый вечер. Значит, конечно же, как началась с апреля месяца, началась весенняя кампания, призывная кампания. Конечно же, руководством Министерства обороны поставлена задача всем
управлением, департаментом по делам обороны по призыву молодого пополнения на срочную службу. Значит, не ниже 165 сантиметров призывник должен быть, с образованием не ниже среднего образования, морально-деловым качествам тоже, по морально-деловым качествам, устойчивый, психологически проводится, с каждым призывником проводится психологическое тестирование, на которое у нас штатные психологи проводят на каждого призывника, каждый есть вывод, достоин он служить или недостоин служить. То есть, говоря о современной армии казахстанской, мы должны в первую очередь сказать о тех людях, которые служат, да, в этой армии. А вообще статус сегодня? Да, конечно же. Сейчас же в этой призывной кампании, еще раз повторюсь, уже отправили на срочную службу уже в республиканскую гвардию, это в город Алмата, аэромобильные войска, город Капчагай, город Талдыкурган, город Астана. Также отправили призывников на срочную службу в ПГТ «Гвардейский». Сейчас уже с где-то 20 мая начнется набор уже в пограничные войска. Затем уже войска Министерства внутренних дел. То есть мы можем сказать сегодня, что современная казахстанская армия может достойно обеспечить безопасность своего государства? Да, на данный момент, да, сейчас достаточно, я считаю так, достаточно сил, вооруженных сил, достаточно средств, чтобы обеспечить безопасность Республики Казахстан. Жалгас Шарипович, у меня вопрос к вам. Вы служили еще при Советском Союзе, да. Сейчас работаете в казахстанской армии. Проведите какую-то параллель. Может быть, у вас вообще не пересекаются эти две линии. И скажите, какие перспективы у казахстанской армии? Подполковник Айжанов Жалгас Шарипович. Прохожу службу в военном институте сил воздушной обороны, должности старшего преподавателя. Призван был я в вооруженные силы в 1982 году, с 1982 года в вооруженных силах. Как вы отметили, я проходил еще, начал службу в советских вооруженных силах. И с 1992 года прохожу службу в вооруженных силах Республики Казахстан. Что хотелось отметить в своем выступлении? Значит, основные боевые традиции, основной уклад, структура вооруженных сил, конечно, все самое лучшее, что было в советской армии, перешло в казахстанскую армию, и было принято с принятием, с образованием вооруженных сил, основные принципы при строительстве и становлении вооруженных сил руководствовались, конечно, тем самым лучшим, что было в советской армии. Эти традиции поддерживаются. Мы не должны забывать о советской армии, потому что наша легендарная, несокрушимая, никем не победимая показала себя на деле. Тому пример победа в Великой Отечественной войне. Ну и сегодня, конечно, в воспитании молодого поколения мы не забываем об этом. Конечно, воспитываем молодежь на подвигах Бауыржана Мамышева, наших легендарных героев и ветеранов Великой Отечественной войны. Ну а перспективы вооруженных сил Республики Казахстан, благодаря политике президента, сейчас Казахстан в евразийском экономическом пространстве, а будущее наше, всем это известно, Евразийский союз, и, конечно, совместной вооруженной силой в Евразийском союзе. Это неизбежно. В течение программы мы еще узнаем, как служилось в советской армии, конечно, и как служится сейчас в казахстанской армии. А мне подсказывают, что есть телефонный звонок, на связи наш телезритель. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос, если я хочу вступать в ВУЗ в Алмату, сухопутное войско, сколько мне балл надо на НТ набрать? Значит, по этому вопросу при поступлении в ВУЗ, во-первых, вы должны обратиться, если вы проживаете в городе Актюбинск, в управление по делам обороны, которое находится по адресу Киселева 2,
обратиться в кабинет номер 9, подготовить все перечень документов, которые необходимы для поступления в военные учебные заведения. Значит, пройти медицинскую комиссию на пригодность, где заключение комиссии дает о годности для поступления. Далее, после перечня мы направляем в сам документы в военинститут, какие экзамены там сдаются, перечень этих экзаменов. По всем школам. Результаты ЕНТ играют здесь роль, или же здесь сдается, можно, да? Если я не ошибаюсь, правительством установлен пороговый балл. Да. Балл для поступления в высшее учебное заведение 60 баллов, по-моему. В этом году 70. Если 70, да. 70. Ну, вот здесь интересуется конкретно военный институт. То есть я поняла сейчас из вашего ответа, что помимо ЕНТ, да, этого... Помимо ЕНТ, в первую очередь, надо документы, в первую очередь, пройти медицинский осмотр. Если... И свой собственный еще будет экзамен. Так, да, в этом институте. Так Все, я думаю, мы удовлетворили, да, вопрос нашего телезрителя. 22 11 55, телефон прямого эфира. Звоните, уважаемые телезрители, будьте активны. Тема нашей программы 20-летие Вооруженных сил Республики Казахстан. Вот мы затронули, да, тему болеют, не болеют. Как часто болеют военнослужащие? Хочу задать этот вопрос, Байжумар Таманжович, вам. Вообще, можно ли болеть военнослужащим? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Многие телезрители, может, не знают, так как госпиталь существует недавно, уже 7 лет. Это является единственным военно-лечебным учреждением не только по Актюбинскому гарнизону, то есть у нас лечится по западному региону, Мангистауской области, Атырауской и Западно-Казахстанской области. Это единственное военно-лечебное учреждение. И кроме этого у нас лечится, кроме военнослужащих, члены семьи военнослужащих и участники Великой Отечественной войны и приравненные к нему, а также и другие ведомства. Вот я, знаете, так это и в шуточной форме задаю, и, может быть, серьезно, так а можно ли болеть военнослужащим? Почему бы нет? Военнослужащие... Почему бы не поболеть, да, иногда? Военнослужащие, в основном, если имеют срочную службу, они вот в основном болеют с простудным заболеванием, это, то есть во время призыва. Это как после призыва они попадают на сложную ситуацию, так как с гражданками в армию. Адаптационный период, адаптационный период в это время в основном идет простудное заболевание, и это в основном у них преобладает, можно сказать. Вот попадая в военный госпиталь, на что могут рассчитывать? У нас проходит полный курс обследований, лечения. Мы проводим полный лечение. Если не в своих силах, у нас есть договоренность с другими гражданскими лечебными учреждениями, Министерством здравоохранения, там и углубленно обследуем. У нас все это договорено, договор составлен. И добьем эту тему здоровья военнослужащих. Какие-то пару рекомендаций для того, чтобы поддерживать себя в тонусе? Для этого надо вести здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и регулярные занятия физической культуры. Я думаю, что в институте строго следят за порядком. Вредные привычки. Ну, конечно же, наши курсанты вредных привычек не имеют, я могу сказать это с уверенностью, потому как быть курсантом и иметь при этом вредные привычки, это очень тяжело, потому что любой из них, не даст соврать, занимается, у нас большое внимание уделяется спортивным мероприятиям. Одна из важнейших подготовок – это спортивная подготовка. Поэтому кроссы, силовые упражнения. Человек, который имеет вредные привычки, это тяжело же. Вот, да, у меня такой вопрос, да, Тимур Жаксыбаевич, к вам. Вот мы в СМИ часто, да, освещали, особенно во время призывной кампании, медкомиссию как проходит. Скажите, вот психологическое тестирование с какой целью введено сейчас? Значит, психологическое тестирование введено в связи с тем, что сейчас у призывников тоже появилось, как говорится, компьютеры. Вот, допустим, один призывник не общался, находился до призывного возраста за компьютером. Бывают такие замкнутые, не могут общаться.
с людьми, не то что общаться замкнутые в себе. Вот это психологическое тестирование выводит, показывает, кто замкнут, кто умеет общаться. Там определенные вопросы, которые открывают этого призывника, уже выводят.